Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. 76-шы сабақ. 40-шы жаттығу. Өлеңді оқы. Өнердің бәрін біл деген әкемді тыңдап күнде мен ақылы менен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнерде аз деген атамды тыңдап күнде мен ақылымен әжемнің ою ойып үйренем. Домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күнде мен ақылымен күйшінің күй тартуды үйренем. Жұмабай Қайранбай. Өлең не туралы? Оған ат қой. Өлең өнерлі бала туралы. Өнерлі бала деп ат қоямыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Жігітке жеті өнерде аз дегендей, өлеңге түрлі өнерді меңгеру, үйрену артық болмайтындығы айтылған. Өлеңдегі бала туралы пікірің қандай? Әке шешесінің, ата әжесінің, ағайының ақылын тыңдап, өнер үйренуге құштар болған еңбекқор бала деп ойлаймын. Соңғы шумақты көркем жазамын. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қосымшаның сөзге қандай мағына үстеп тұрғанын айтып көр. Өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Әкемді. Әке сөздің түбірі. Бұл сөзге м тәуелдік жалғауы жалғанып тұр. Бірінші жақ жекеше түрде қолданылған. Ақылымен. Ақыл сөздің түбірі. Қосымшасы жалғанып тұр. Үшінші жақ жекеше түрде. Анамның. Қосымшасы жалғанған ана сөздің түбірі. Бірінші жақ жекеше түрде қолданылған. Бұл сөздерге тәуелдік жалғауы жалғанған сөздер. Ережеге назар аударыңдар. Заттың біреуге меншікте екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атайды. Өнерім, әкем, әжем, аты, атасы. Бұл сөздерге кімнің, несі деген сұраққа жауап береді бұл сөздер. Тәуелдік жалғаулар үш жақта жекеше және көпше түрде айтылады. Досым, досың, досыңыз, досы, досымыз, достарым, достарыңыз, достары. Есіңе сақта. Зат есімнің тәуелдік жалғаулары. Бірінші жақ жекеше ың, ін, көпше ымыз, іміз. Екінші жақ ың, ін, ыңыз, іңіз, көпше ыңыз, іңіз. Үшінші жақта жекеше де көпше де жалғаулар бірдей. С, с, с. Шығармашылық үзіліс. 41-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Екі желім, күйдің көрігі, әннің көлігі. Жұмбақтың шешуі домбыра. Тәуелдеулі зат есімдер тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндір. Көрігі, несі? Үшінші жақ жекеше түрде қолданылып тұр. Көрік сөздің түбіріне жалғауы жалғанған кезде к дыбысы г-ге айналады. Көлігі бұл да сондай. Несі үшінші жақ жекеше сөздің түбірі көлік, жалғауы жалғанғандықтан к дыбысы г дыбысына айналады. 42-ші жаттығу. Суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқулық» өлеңіндегі мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып көр. Сол шумақтың мазмұнынан не ұққаныңды әңгімелеп айт. Кел балалар оқулық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған. Ыбырай Алтынсарин бұл өлеңінде балаларды оқуға, білімге шақырады. Оқуда ықыласты болсаң, мақсатқа жететініңді айтады. Барлық игілік еңбекпен, қажымай талмай үйренумен келетінін киімді мысалға келтіре отырып көрсетеді. Білім алу да табандылықты қажет ететінін айтады. 43-ші жаттығу. Берілген сөздерді тәуелдену ерекшелігіне қарай топтап жаз. Сөздерді нақты топтау үшін біз кестені пайдаландық. Бірінші жақ менің домбырам. Екінші жақ сенің домбыраң, сенің қылқаламың, сенің добың. Сыпайы түрде сіздің домбыраңыз, сіздің қылқаламыңыз, сіздің добыңыз. Үшінші жақ оның домбырасы, оның қылқаламы, оның добы. Ал енді дәптерге жазған кезде 43-ші жаттығу жекеше деп басында жазамыз. Домбырам бірінші жақ, домбыраң домбыраңыз екінші жақ,
домбырасы үшінші жақ. Қылқаламыңыз екінші жақ, қылқаламы үшінші жақ. Добыңыз екінші жақ, добы үшінші жақ. Балалар, сабақ аяқталды. Барлық видеоларды тек арнаға жазылғандар ғана көре алатындықтан арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.